Мен Алматыдан оралдым. Бұл менің өмірімдегі ең ұзақ 7 минут болған шығар. Біреулер менің сүрінгенімді күтсе, енді біреулер маған сенбеді. Ал мен педагогикалық идеялар фестивалінің сахнасында тұрып, екінші орын алып келдім. Оның бәрі қалай болды? Қазір мен сізге айтамын. Енді сандармен және де талқылауларға көшпес бұрын сіздерді жаңа 2026 жылмен құттықтағым келіп тұр. Мерекелеріңіз менікінен гөрі тыныш өтті деген үміттемін. Бұл жыл маған ғана емес, бұл канал үшін де бетбұрыс кезең болмақ. Мен тек хоррор ойындар шеңберіне сыймайтынды түсіндім. Енді Шаймай-пай каналы бұл бәрі туралы блог болады. Онда менің мамандығымның ішкі сырлары, маза бермейтін даудамайлардың талқысы, фильмдерге, ойындарға, музыкаға, сериалдарға шолу және жай ғана менің ойларым ғана болмақ. Мен ойын механикасын көлеңкесінен нақты әлемге шығам деп шештім. Ал Алматыға сапар осы прохождениедағы алғашқы маңызды бос болмақ. Маған сенгендер де көп, күмәнданғандар да көп. TED форматындағы сахнада өзімнің лайықты екенін дәлелдеу үшін небәрі 7 минут берілді. Қателесуге құқығым болмады. Кеттік. Бәрін рет-ретмен айтайын. Дайындық, кеткен ақша, қайтарылған ақша және де ең соңғы финал. Жалпы информация айтып кетейін. Педагогикалық идеялар фестивалі деген, яғни әрбір педагог келіп, өзінің бір идеясын презентация жасайды. Яғни 7 минуттың ішінде TEDx формасында айтып беру керек, қызықтыру керек деген сияқты. Облыстан мен бірінші орын алып, Алматыға жолдама алған болатынмын. Және де сол жолдамамен Алматыға келген туралы айтқым келіп тұр. Алматыға сапар бұл әрдайым қалтаға соғатын нәрсе. Және төзімділікті тексереді. Жол өте ұзақ болды. 2 күн бардық, 2 күн қайттық. Жол өмірімнің 4 күнін алып кетті ғой. Біз Тальгамен бардық. Өкінішке орай, жай пойыз ол 3 күн жүреді, ол біз үшін өте ұзақ, жарысқа үлгере алмай қаламыз. Ал енді самолетке алайық десек, бағасы өте қымбат, жарыстың уақыты өте жай айтылды. Ал енді үшіншіден самолеттің билеті мемлекеттен төленбейді. Сондықтан біз Тальганы таңдауды жөн көрдік. Егер енді Тальгаға мініп көрмегендеріңіз болса, сіз оны жайлы, ыңғайлы деп ойласаңыз, көңіліңізді қалдыруға асығып тұрмын. Өте тар іші әр сантиметр есепте, ал бағасы бизнес класспен ұшқандай сезінесің ғой өзіңден. Бірақ ондай болмаса да. Ал өйтіп Алматыға жеттік. Әрине Алматы біз үшін романтика қала болып саналады. Бірақ біз жеткенде қала бізді тамаша ауа райымен емес, қорқынышты шындықпен қарсы алды. Мен басында қаланы қалың әрі әдемі тұман басып тұр деп қуанып келдім пойыздың ішінде. Бірақ шындық әлде қайда сұрықсыз болып шықты. Оказывается, ол смог екен. Қорқынышты сұр смог. Иісін айтшы, тұншықтым 2 күн бойы шыны керек, батыстың таза ауасынан кейін Алматының смогына тұншықтым. Одан не тау көрінбейді, не жақында тұрған үйлер де көрінбейді. Біз жазда өзіміздің машинамызбен қыдырып келгенде бұндай көрініс көрмеген едік. Бұл әдемі көрініс болған еді. Ауасы да жақсы сияқты болып көрінген, бірақ қыста өзгеше екен. Мегаполистің ортасында тұрсаң да айналаң тек қою түтін ғой. Жарайды, енді осы қалаға келмес бұрын біздер таныстарымыздан сұрағанда квартираны booking.com арқылы алыңдар деді. Себебі бұл сенімді сайт немесе приложение, онда тек қана профессионалдар жұмыс жасайды деп еді. Соответственно, біздер booking.com-нан үйді тапсырыс беріп, брондап қойдық. Бірақ тұрғын үй мәселесі тіпті триллерге айналып кетті. Ужастик кино сияқты ма? Енді брондалған үй орнында тұр, сенімді сервис деп сеніп келдік. Бірақ үй иесі біздің жүйкемізді сынап көрмек болған сияқты негізі. Сөмкелерімізбен асынып көшеде 1 сағат бойы тұрдық, қатып та қалдық. Қоңырау шалып жатырмын, жазып жатырмын. Тіпті есік қаққандай да болдық. Жым-жырт қой, тып-тыныш. Бір сәтте бізді
мынау бізді лақтырып кетті ау деп те ойладық енді. Кейінірек классикалық сылтаумен шықты енді, хабарға шықты. Здравствуйте, извиняюсь, я вас могу соседний жилой комплекс заселить там в одном квартале? Тут уборка позже придет, чтобы вы не ждали, там уже готово. Фестивальға дейін уақыт өте тығыз, сондықтан амал жоқ, келістік енді. Оның басқа квартира іздеп жүретін мұрша болған жоқ. Нәтижесінде үйге барсақ, кір жуғыш машина жоқ, тамақ пісіретін газ жоқ. Жалғыз 2++ бар, квартира тап-таза, ал үй иесі осы қолайсыздықтар үшін бізге жеңілдік жасаған еді. Бірақ көңілде бір қалды бір нәрсе. Негізі реніш болды енді шыны керек. Енді бұл фестиваль СДУ университетінің қабырғасында өтті. Алматыдағы ең үлкен университеттердің бірі, сіз білетін шығарсыз. Шынымды айтсам, енді республикалық турнир күткенім негізі басқаша еді. Мен ойладым, бір үлкен сахна болатын болар, кісі толып отыратын болар, жюридің алдында сөйлейміз деген сияқты. Ал оның орнына біздерді кішкентай кабинеттерге бөліп, тар жерге отырғызып кетті. Отырғыштар да ыңғайсыз, бөтен ағаш болып қалды ғой. 6 сағаттың ішінде, 6 сағат емес, таңғы 8-ден кешкі 5-ке шейін жүрдік, соның ішінде отырдық та ішіне. Тар, қапырық ауа, ал проектор бар ғой, проектордың орналасуына біраз сұрақтар бар. Тас төбеге іліп қойған. Енді өз жобаңды таныстырған түгілі басқалардың жұмысына қарап отыру өте ыңғайсыз болды. Даже соңында просто TikTok қарап кеттім, мен телефоннан кофе сатып алып шыны керек. Мұндай деңгейдегі іс-шара үшін бұл жұмсартып айтып, жайша айтқанда кішкене оғаш көрінді енді өзіме. Дегенмен де енді өзіміз презентация жасадық. Формат TEDx форматында өтті. Бұл өте қатал дүние негізінен. Сенде 7 минут бар, 1 секундта артық бермейді. Жарыс барысында кәдімгідей адамдардың сасқалақтағанын көресің ғой. Енді бұндай жесткий условияларда. Көп жылдық өтілі бар, тәжірибелі мұғалімдердің өздері қолдары дірілдеп айтатын сөздерді ұмытып қалатын кездер болды да. Қазылар енді алқасы маған қарап тұрды, өзім жайлап шықтым, солардың қарап тұрып, өзім 3-ші выступать еттім. Қазір мен түсінгенім бойынша, қазір мен не өз жобамды қорғаймын, осы жерде дәлелдеймін, менің чего я стою дегенде, немесе жаңағыдай бір хейтерлардың, ондай адамдар бар, ол адамдар туралы бөлек бір видеода айтармын. Бұл жай ғана ойыншықпен ойнайтын кішкентай бала қайдағы мұғалім деген сөздерін растайтын болармын деп, жаңағыдай 2 вариант өзіме ұсындым. Қазылар алқасына басында сұрақ болған жоқ, өте жақсы өткізді, бағалады. Бірақ шамалдан кейін біртүрлі сұрақтар қоя бастады шыны керек. TEDx форматы мен үшін андай формат қой, сен белгілі бір идеяңды не істейсің да, презентация жасайсың, сол идеяға қызықтыруың керек. Мысалы, TEDx форматында Стив Джобстар выступать ететін кезінде жаңағыдай новый iPhone, жаңа iPhone'дар жасағанда. Бұл идея да, бұл шабыт, сен болашақ туралы айтуың керек та. Ал бұлар тұтты жаңағыдай қазақи вариантпен кетті ғой. Статистика қайда? Сіздің әдісіңізбен, немесе жаңағыдай сіздің технологияңызбен кім табысқа жетті, кім орын алды, қай олимпиадаға барды, цифрлық нәтижелері қандай деген сияқты әңгімелер кетті де. Енді меніңше TEDx форматында сұрасаңыздар, неге шабыттың ортасында іш пыстыратын сұрақтар қоясыз да деймін да. TEDx форматында сұрақтар қоюға болады, қызық ойландыратын деген сияқты. Болды, болған емес, болды ондай сұрақтар, бірақ дегенмен де көбіне жаңағыдай бір кішкене қазақи варианттар кетті да, аяқтан шалу. Енді мен бұған 100% дайын болдым деп айта алмаймын, себебі мен TEDx формат дегесін, сол формат туралы оқып, біраз видеоларын қарап, мен соған дайындалдым. Бірақ геймерлік реакция құтқарып шықты ғой, в общем. Жаңағыдай қайдағы жоқ сұрақтарға, сол өзімнің идеямды сол сұрақтарға жауап бар деп дәлелдеп, тығырықтан шығуға тура келді. Нәтиже 2-ші орын, жүздеген идеялардың ішінде республикалық деңгейдегі 2-ші орын. Бұл диплом менің ресми чекпоинтым, бұл финиш емес, әлі ештеңе аяқталған жоқ. Мен өзіме де, өзге адамдарға да менің тәсілімнің, менің жасаған технологиямның, ол технология туралы тағы бір басқа бөлек видеода айтып кетем, пайдалы екенін, әлі
результат көрсете алатын екенін дәлелдеп шықтым. Өзіме бұл андай бір аңшылық болып көрінді да, бір тамаша бір. Енді видеоны аяқтамас бұрын бәрі күткен немесе болашақ мұғалімдерге пайдаға асатын бір нәрсе айтып кеткім келіп тұр. Бұл жолға бәріне кеткен бюджет. Бюджет енді салтанатты сапар ғой, енді біраз ақша кетті. Біріншіден жолға 148.688 теңге кетті. Ол екі адамға билет, маған және өзімнің жолдасыма, және пәтерге 30.000 теңге кетті скидкасымен. Бірақ бір қызығын айтайын, бұл жарысқа қатысуға тағы 25.350 теңге сұрады. Жарысты ұйымдастырып жатқан орталық. Бұл туралы тағы бір видеоларда айтып кетермін алдағы уақытта. Мен өзім просто түсінген жоқпын, не үшін бұлар республикалық деңгейдегі нәрсеге неужели өздерінің ақшалары жоқ деген сияқты сұрақ келді маған. Қорытынды жалпы бәріне 204.038 теңге кеткен еді. Енді көбінің сұрағына жауап берейін. Бұны мемлекет бұл ақшамен көмектесе ме саған, яғни қайтарып бере ме, сен қиналмасын деп. Иә, жауабым иә, бірақ қалай қайтарады? Жалпы пойызға 100% төленеді. Тұрғын үйге төлене ме? Бұл өте қызық жағдай болды. Мен бухгалтерге кіргенде фискальный чек алайын ба деп сұрақ қойғанда, ол кісі айтты, сен фискальный чек алсаң ұтыласың. Сондықтан ешқандай ештеңе алма, біз өзіміз есептеп береміз. Қалай есептелінеді деп сұрағанда, сенің пойызға отырып Алматыға түскеннен бастап келесі пойызға мінгенге шейінгі күн сен проживаниең болып есептеледі дейді. Тәулігіне 7 МРП төлейді екен. АЕК дейміз немесе қазіргі 2026 жылы 1 қаңтардан бастап 1 МРП 4325 теңге. Және де іс сапар шығындары деген бар, яғни тамақ, анау деген сияқты. Ол пойызға отырған күннен бастап есептелінеді. Және де пойыздан түскен уақытқа шейін, яғни Оралға түскенге шейін. Мен енді где-то 6 күнде болдым. Соответственно, олар күніне 2 МРП төлейді екен, командировочный. Қорытындылай келе, маған 186.450 теңге қайтарылуы тиіс. Әрине, кішкене минустамын, бірақ ештеңе қорқыныштысы жоқ. Яғни почти полностью бәрін қайтарып берді. Оған үлкен рахмет. Енді видеомды қорытындылағым келіп тұр. Мен үшін бұл республикадағы 2-ші орын, бұл жай ғана күміс емес, бұл жай ғана 2-ші орын емес. Бұл маған үлкен жетістік. Себебі алдағы уақытта еще мен немді көтерем. Педагог модератордан педагог сарапшы болуым керек. Ол туралы тағы қызық болса түсірерім, қалай документтер жиналынады деген сияқты. Бұл өте үлкен көмек болады. Сондықтан маған көмектескен жұмыстастарыма және де методистіме үлкен рахмет айтқым келеді, және де үлкен сәлем жолдағым келіп тұр дәл қазір. Және де бұл 2-ші орын тоже жаңағыдай просто күміс емес. Бұл мен үшін жаңағы хор ойындар әлемін, костюммен өткізетін стримдарды және маңызды осы сабақ беру, маңызды педагогиканы біріктіруге болатынның дәлелі. Осы Алматы сапары тек қана менің портфолиомда ғана емес, осы каналды да арнаны да өзгертейін деп тұр. Мен ойын әлемінен тыс жерде де бөлісетін нәрсем бар екенін түсіндім. Сондықтан енді Шаймай-пай каналы тек хоррор ойындар ғана емес, мамандық туралы айтылатын, шулы дауларды талқылайтын, фильмдарды сараптайтын, және де ойындарда ешқайда кетейін жатқан жоқ, ойындарды да айтатын жер болып саналынады. Енді менің бірінші бүгінгі түсірген блогымда қандай да бір қателері болса, қандай да бір өзіңіздің ескертулеріңіз болса, соны комментарийға жазып кетіңіздер. Бұл менде бірінші рет, сондықтан біршама нәрсе қате жіберуім мүмкін. Дегенмен де бұл менің үлкен саяхатым алғашқы тарауы. Сенгендердің бәріне және қолдағандардың бәріне көп рахмет. Тіркеліп кетіңіздер. Және де ұмытпаңыздар, Twitch каналда бізде, Twitch және TikTok каналында күн сайын десек те болады стримдер жүреді. Ол жерде біздер әңгіме айтамыз, аниме көреміз, кинолар көреміз, арасында ойындар ойнаймыз. Соған тікелей эфир көрулеріңізге болады. Және Telegram канал бар. Telegram каналда көбіне бізде backstage салынады, яғни мен жай өмірім, машина өңдеп жатқан сәттерім, тағы да басқа әңгімелер, стримдердің анонстары және де келесі ойналатын ойындарға біздер сол жерде дауыс береміз. Қош келдіңіз деп айтқым келеді. Сіздермен болған Шаймай-пай, келесі роликте кездескенше. Бұл тек қана
бастама.